Бұл біздің қарапайым қаламыз. Ал бұл біздің үйдің қарапайым ауласы. Ал мына жатқан жай ғана мысық емес, өйткені ол Супер мяу! Супер мяу марғауға көмектесті. Сәлем, мяу. Сәлем, марғау. Қорықпа, саған тигізбеймін, жай жаттығу жасап жатырмын. Мяу, сен сондай күштісің, ал мен кішкентай және әлсізбін. Спортпен шұғылдансан, сен де күшті боласың. Мяу, маған сенің көмегің керек боп тұр. Анау 3-ші подъездегі үлкен ит маған тисе береді, құйрығымды тістеп алам дейді. Мұнайма марғау, ол ит тағы тисе қатты айқала, мен естіп саған көмектесем. Ұсталдым ба марғау? Мяу, көмектес! Мяу! Мяу, көмектес! Ұшып өтер аспанда, көмек сұрап келсеңдер, жетіп келер қасыңа. Супер мяу, батыр мысық арыстан. Супер мяу. Супер мяу! Жап жаңа мультиктер. Сәлем достар, бүгін мен сендерге бұрыннан таныс, бірақ мүлдем жаңаша кейіптегі ертегіні айтып беремін. Мақта қыз бен оның тентек мысығы қазіргі заманда қалай өмір сүреді деп ойлайсыңдар? Мақта қыз бен мысық. Ертеде емес, осы кезде бір үлкен қалада мақта қыз бен оның тентек мысығы болыпты. Достар, мен мақта қызбың, менің тиктокыма қош келдіңдер. Мысық, әрі тұр, көріп тұрсың ғой, мен видео түсіріп жатырмын. Менің сүтімді неге төктің? Бар, маған магазиннен емес, сиырдың сүтін әкел. Ал, мына үлкен қалада сиыр қайдан табам? Осы қаланың сыртында ферма бар деп естігем. Соған барайын.
Сәлем сиыр. Мен саған туу қаладан келіп тұрмын. Сен маған сүт берші. Маған витамин керек. Ана орман шетінде витамині көп тал бар. Соның жапырағын әкелсен, берейін. Ай, сен қызық тал екенсің. Куромиға ұқсайтын. Сенде витамин көп дейді. Маған шамалы жапырағынан берсейші. Қазір анау жерден су тасушы қыз өтет сумен. Содан су әкелсең, берейін. Балалар, мен бұлай жүргенде лайк басып каналға тіркеле беріңдер. Сәлем, сен қайдан жүрген мысықсың? Қаладан келгенсің ба? Крутойсың ғой? Қарындас, иә, мен қаланыкімін. Сен маған су берсейші. Анау жерде дүкен бар. Содан маған Румидің наклейкасы бар сағыз әкеп берсең, су берейін. Сәлеметсіз бе? Маған Руми наклейкасы бар сағыз беріңізші. Сен маған жұмыртқа әкелсең, мен саған сағыз берем. Сәлем тауық, маған жұмыртқа берші, өтінемін. Мына тауық кепенің артында бір тышқан менің тарымды қабына жинап жүр. Сол тышқанды ұстап, менің тарымды қайтарсан, саған жұмыртқа берем. Қорықпа, сені жейін деп тұрған жоқпын. Мына тарыны маған бер. Ал. Ай, жарайсың. Ал мен саған су дайындап қойдым. Ай, жарайсың мысық, үстінді ала ғой. Мақта қыз, мен саған сүт әкелдім. Рахмет, мысық досым. Балалар, ертегіміз ұнаса, лайк басып каналға тіркелейік. Және видеомен бөлісіңдер. Жап жаңа мультиктер. Бұл біздің қарапайым қаламыз. Ал бұл біздің үйдің қарапайым ауласы. Ал мына жатқан жай ғана мысық емес. Өйткені ол Супер мяу! Сәлем, Чик. Бүгін аулаларымыз тыныш сияқты. Қалай ойлайсың, Чик? Тыныш дейсің бе? Осы ғана көрші аулада пиратты көрдім. Тағы бірдеңе бүлдірейін деп жүр ау. Бұзақы мысық пират жайдан жай жүрген жоқ. Супер мяу дайын болу керек.
Дрон тура менің үстіме ұшып кел. Дрон анау планшетпен отырған қызды көрдің ба? Соған жақында. Көмектесіңдер! Планшетімді қайтар! Көмектесіңдер! Супер мяу. Дрон артында супер мяу ұшып келе жатыр. Ұстатпа, қаш! Чик, тез дронның алдынан шығып баскетбол алаңына бұр. Супер магнит! Рахмет саған, супер мяу! Супер мяу! Біз әлде де кездесеміз. Биік үйлерден ұшып өтер аспанда, көмек сұрап келсеңдер, жетіп келер қасыңа. Супер мяу, батыр мысық арыстан. Супер мяу! Жап жаңа мультиктер. Жеті лақ ертегісі. Баяғыда бір орманның шетінде ешкі мен оның 7 кішкентай лағы өмір сүріпті. Тамақтарыңыз дайын, лақтарым. Рахмет, анашым. Мәз болыңдар, балаларым. Жақсы, көбірек алыңдар. Анасы лақтарын өте қатты жақсы көріпті. Бір күні ешкі орманға азық іздеуге шығар алдында балаларын жинап алып былай дейді. Балаларым, мен орманға барамын. Сендер есікті ешкімге ашпаңдар. Орманда қасқыр жүр, ол өте айлакер. Егер ол үйге кіріп кетсе, бәріңді жеп қояды. Оны даусынан және қара табанынан тануға болады. Жақсы, анашым, біз сақ боламыз. Мен кетіп барамын, балалар. Есікті бекітіңдер. Иә, анашым, бесік бекітілді. Балаларым, есікті ашыңдар. Аналарың келді. Бәріңе дәмді тамақ әкелдім. Бірақ лақтар оның жуан даусынан қасқыр екенін бірден танып қояды. Ашпаймыз, біздің анамыздың даусы нәзік әрі әдемі. Сен қасқырсың. Сәлеметсіз бе, маған бір жұмыртқа керек. Әрине, қанша керек? Бірақ жұмыртқа жетеді мына ақша. Міне, алыңыз. Рахмет. Қасқыр даусы жеңішке болу үшін шикі жұмыртқа ішіп алады. Ла-ла-ла. Ла-ла-ла. Балаларым, есікті ашыңдар. Аналарың келді. Бәріңе дәмді тамақ әкелдім. Лақтар есік астындағы тесіктен қасқырдың аяқтарын көріп қояды. Ашпаймыз, сен қасқырсың, біздің анамыздың аяқтары аппақ. Қасқыр дүкеннен боралып, аяғын аққа бояйды. Балаларым, есікті ашыңдар. Аналарың келді. Бәріңе дәмді тамақ әкелдім. Лақтар есік астынан ақ аяқтар көріп, аналары келді деп есікті ашады.
Қасқырды көріп лақтар қорқып кетеді. Қасқыр қорқып кеткен лақтарды үлкен қапқа салады. Қайда қаштың? Қашып кеткен лақ орманға анасын іздеп кетеді. Анашым, қасқыр бауырларымды қапқа салып алып кетті. Уайымдама балам, бауырларынды табамын. Алло, полиция, менің лақтарымды қасқыр алып кеткен. Көмектесіңдер. Ұсталдың ба, қасқыр? Лақтарды босатайық. Иә, босатайық. Сонымен ешкі жеті лағымен өз үйлерінде бақытты өмір сүрді. Достар, каналға тіркеліп лайк басу ұмытпайық. Жап жаңа мультиктер. Бұл хикая бір күні Мереке мен Медина серуенге шыққанда басталды. Мереке, шөлді кетім, суға алып ішейікші. Қазір дүкен болса алайын. Саламатсыз ба? Бізге бір сок беріңізші. Сонымен күннің ыстығында шөлдеген Мереке мен Медина алған сусыннан ішеді. Мереке, не болып кетті? Медина, біз кішкентай болып кеткен сияқтымыз. Мына сусынды ішкеннен кейін кішірейіп кеттік ау. Енді не істейміз? Осы жапырақтармен жерге түсейік алдымен. Бұл жерде жүру қауіпті екен, жолдан шығып кетейік. Біз қалай болса да сусынды алған дүкенге жетуіміз керек. Қайтадан үлкен болатын сусыны болу керек. Тасбақаны қара. Сәлем, біз саған мініп жүрсек бола ма? Рахмет саған тасбақа. Әрі қарай жетуге тағы біреу кездесер. Мына мысық сүйкімді екен. Мысық, саған мінсек бола ма? Рахмет саған, мысық. Рахмет саған. Үйіне бара ғой. Мына құстар да бізге көмекке келіпті. Қыздар, мен сендерді күттім. Қайтадан үлкен болғыларың келе ма? Иә. 1, 2, 3. Достар,
Біздің үлкен болып кететін видеоны көру үшін лайк басып каналға тіркелейік. Жап жаңа мультиктер. Бауырсақ ертегісі. Баяғыда емес, осы кезде бір үлкен қалада бір ата мен әже бар екен. Ай кемпір, сен маған бауырсақ пісіріп берсейші. Күнде пицца болып кетті. Айтсам болды атасы. Қазір дастарханмен ұн алдырайын. Сонымен ұн алып, әже бауырсақтың қамырын дайындайды. Иә балалар, қамыр илеп жатырмын, қараңдар. Әже дайын ыстық бауырсақ суысын деп, үстелдің үстіне қойып кетеді. Мен бұл жерде не істеп тұрмын? Қашып кетсем бе екен? Тұрып, бауырсақ үстелден секіріп түсіп басқа бөлмеге барады. Сонымен бауырсағымыз солай ата мен әжеден қашып кетеді. Келе жатса, бауырсаққа қоян кездеседі. Бауырсақ, сені жейін десем, сәбіз гамбургерге тойып келе жатырмын. Сен ән айтып берсей маған? Әрине, қазір ән айтам. Мен бауырсақ, дастарханның қашқанмын. Тар көшеден жол тауып, кең далаға асқанмын. Атадан да қашқанмын, әжеден де қашқанмын. Ұстатпаймын ешкімге, зулап бара жатқанмын. Сөйтіп, бауырсақ қояннан қашып кетеді. Келе жатса, алдынан қасқыр кездесіпті. Сені жейін десем, жұмысқа да асығып бараттырым. Кәнекей, маған ән айтып бер шал. Мен бауырсақ, дастарханның қашқанмын. Тар көшеден жол тауып, кең далаға асқанмын. Атадан да қашқанмын, әжеден де қашқанмын. Ұстатпаймын ешкімге, зулап бара жатқанмын. Сонымен бауырсақ қасқырдан да қашып кетеді. Әрі қарай кетіп бара жатса, жолда аю кездесіпті. Тоқта! Сені жейін десем, бізге бауырсақтарды жеуге болмайды. Ән айтып берші, кәнекей. Мен бауырсақ, дастарханның қашқанмын. Тар көшеден жол тауып, кең далаға асқанмын. Атадан да қашқанмын, әжеден де қашқанмын. Ұстатпаймын ешкімге, зулап бара жатқанмын. Бауырсағымыз аюдан да қашып кетеді. Мен бауырсақ, дастарханның қашқанмын. Тар көшеден жол тауып, кең далаға асқанмын. Бауырсақ, дастарханның қашқанмын. Тар көшеден жол тауып, кең далаға асқанмын. Сонымен бауырсақ келе жатса, алдынан түлкі кездеседі. Сәлем, тиктокта хит болып жүрген бауырсақ сен ба? Кәне айтып берші әніңді.
Мен бауырсак, дастарханның қашқанмын. Тар көшеден жол тауып кең далаға асқанмын. Артадан да қашқанмын, әжеден де қашқанмын. Ұстатпаймын ешкімге, зулап бара жатқанмын. Бауырсақ, мен әншімін. Екеуміз дуэт болып сахнада ән айтсақ қалай қарайсың? Келістік. Достар, ертегіміз ұнаса лайк басып каналымызға тіркеліңіздер. Жап жаңа мультиктер.